бір кісі сені ренжітіп қойды. Сен оған өкпелеп, көңілің суып сала берді. Әлбетте, сен өзіңді ұстап қалып, оны ренжіткен жоқсың. Сосын не болды? Сенің жүрегіңде қатыгездік қалдығы қалып қойды. Сен енді ренжіткен адамды жақсы көріп, оған мейіріммен қарай алмайсың. Бұл сайқал сайтанның нағыз өзі ғой. Бұның заламы үнемі сенің жүрегіңнің жамбасында ішкі сарайыңа сүңгіп кіріп кететін саңлау іздеп аңдып жатыр. Сен біреуді жек көріп, оған қатал мінезбен тікісіне қарай бастағанда, жүрегіңнің есігін сайтанға ашып жібересің. Сайқал сайтан да осыны сәтті пайдаланып, жүрегіңе жіп беріп кіріп кетеді. Сосын ішіңде саған қожайын боп қонжиып отырып алады. Кеше мен осыны өзімнен анық байқадым. Сосын осы сұмырайды жүрегімнен аластап, айдап шығу үшін бірнеше күн табанды түрде күресуге тура келді. Сабыр қылдым, ренжіткен кісіні аядым. Міне, бір ғана ренжіп үндемей, тіліңді тістеп қалғаның өзінде, ішкі дүниеңде осыншама алағұйым боп тұрады.